Қойдың сорпасы ем екен. Сорпаға қара бұрыш салып, құрт езіп ішіп, әл жинауға болады. Атам қазақ бекер айтпайды екен. Басқа 4 түлікке қарағанда қойдың етінде А1, Б12, Б1 дәрумендері мол. Қой етінің құрамында кальций мен фосфор көп болады. Балаға құйрық май жағуды қойдық. Қой етін жемей, сиырға көштік. Баяғыда бай болыпты, мыңғырған қой мен табын жылқысы бопты деп басталмай ма? Сиыр туралы айтпайды. Соғымға қыста жылқы сойып, жазда жандық деп қой етін жегені бекерден бекер емес. Жылқы еті дәруменге бай, бойды қыздырады, адам тоңбайды. Қой етінде де қызу бар, бойдағы салқынды шығарады. Ет асқанда ең алдымен бауырмен құйрықталып, тіліктеп кесіп, аздап тұз сеуіп жіберіп, ең алдымен балалардың аузына тығатыны осы аурудың алдын алу екен ғой. Оның бәрін ұмыттық. Іш ауырса ішімізге, тымауратсақ арқамызға құйрық майын қыздырып жіберіп жағып, борша боп терлегенше орап тастайтын ше. Ертесіне құлан таза айығып атып тұратын едік қой.